Журналистер билік пен бұқараның арасындағы алтын көпір. Осы ынтымақты жалғастырушыларды облыс әкімі Бердібек Сапарбаев әркез қолдайтындығын айтты. Бүгін облыс басшысы Қазақстан Ақтөбе телекомпаниясының баспасөз орталығында телеарна мен облыстық Ақтөбе және Актюбинский вестник газеттерінің ұжымдарымен кездесу өткізді. Журналистиканың міндеті мен мүддесі, өңірдегі әлеуметтік рухани мәселелер кеңінен айтылды. Тақырыпты Серік Әбдібек толықтырады. Облыс әкімі Бердібек Сапарбаев Ақтөбе телевизиясының қара шаңырағы Қазақстан Ақтөбе телеарнасының жұмысымен танысуды жаңалықтар қызметінен бастады. Еліміздің, облысымыздың жаңалықтарын қалт бермей, тәулігіне 4 мәрте тікелей эфир арқылы тарататын журналистердің техникалық мүмкіндіктерін көріп, тілшілермен тілдесті. Жұмысын таңғы 7-де бастап түнгі 12-ге дейін көрермендерін сапалы хабармен қамтитын арнаның жарнама бөлімі техникалық қамту қызметі де облыс басшысына жете таныстырылды. Қазір жас специалистер, журналистке жас маман сосын политех бітірген жігіттің қатарға түсіп тұрған Қарағандының политехниясын. Телеарна директоры Раукен Отыншин облыс басшысына заманауи студияларды да көрсетті. Тікелей эфирде хабар таратуға мүмкіндік беретін кең бөлмелер заман талабына сай жабдықталған. Қазір бұрынғыдай жарығы мен қызуы қатар жүретін көне жарық шамдары жоқ. Жарқыраған студияның Қазақстан Ақтөбе арнасында 7-еуі бар. Мәселен, адам және заң студиясының қонақтары халықты құқықтық сауаттандыруды міндетіне алса, прокурор уақыты хабарында заңның орындалуын қадағалаушылар сұхбат береді. Ал таң ала кеуімнен қалың бұқараны әсем әуен мен қызықты ақпараттар арқылы оятатын Қайырлы таң Ақтөбе хабарының аудиториясы көршілес облыстарды қамтиды. Бұл жетістіктерді көріп білген облыс әкімі жаңашылдықтарға жылы лебізін білдірді. 4 рет шығамыз. Сосын түнде қайталаймыз. Мен түнде сағат 11-десін көремін, оған дейін болып келеді. 80-ге жуық маман қызмет ететін телеарна іс жүзінде Қазақстан ұлттық арнасының филиалы. Дұрыс маркетинг арқылы телеарна басшылығы жергілікті бюджетке де, бас кеңсеге де алақан жайып отырмай, талшықтық оптикалық желі тарттырды. Бүгінде арнаның қазанында 40-тан аса бағдарлама қайнап шығып, көрермендерге сандық форматта жол тартады. Білді екі ұжымның өкілдерімен кездесуді облыс әкімі ашып, осы жетістіктерді саралап өтті. Мұндай жабдықталу мен мүмкіндік басқа өңірлерде кездесе бермейтіндігін де атап өтті. Сіздердің компанияларыңызды аралап көрдім. Сонда мына сіздердің шын айту керек. Енді біраз жердің енді телекомпанияларын көргенбіз. Мына материал базаларыңыз жақсы екен. Облыс басшысы журналистер алдындағы міндет ел тәуелсіздігінің құндылықтарын насихаттау екендігін айтты. Тұрлаулы уақыт артта қалып, еліміздің барлық салада дамуын көрсете білуде журналистік шеберліктің шыңы. Ал қазір талғамы биік көрермен мен оқырманды таңдандыру қиын. Сондықтан сапалы дүние көбейсе, нағыз еңбек адамының кәсібі насихатталып, салт дәстүрді дәріптейтін хабарлар таратылса, билік пен бұқараның байланысы беки түседі. Облыс әкімінің алдында сөз алған телеарна директоры Раукен Отыншин де негізгі жетістіктері мен ұсыныстарын айтып өтті. Өз кезегінде облыс әкімі Ресеймен шекаралас аудандарды қазақстандық арналармен қамту керектігінде ескертті. Әсіресе Орынбор жеріндегі қандастарымыздың елге деген сағынышын, рухани шөлін басуды да басты міндеттердің бірі ретінде атап өтті. Ал облыстық қос газетті біріктіріп отырған Шамшырақ Ақтөбе серіктестігінің директоры Мейірхан Ағдәулетұлы газет шығару, баспа ісін ұйымдастырудағы жетістіктер мен қиыншылықтарында сөз етті. Мәселен, қазір облыстық газеттер аптасына 6 күн шығады. Тек Ақтөбе газетінің тиражы ғана 23 мыңның шамасында. Республика бойынша аймақтық газеттердің арасында бірінші орында тұр қазір. Мына кәсіби деңгейі, сосын мәселелерді беруі, сосын мынау бізде көп нәрсе өткізіліп жатады ресми тұрғыда. Мысалы, президент саясатының көп тармақтары бар ғой. Сол бойынша жекелеген министрліктерден осы биыл көптеген адамдарымыз біздің марапатталды. Ресми баяндамалардан соң журналистерде көкейлеріндегі пікірлері мен сауалдарында айтты. Мәселен, телеарна ардагері Жақсылық Айжанұлы кезінде әр шаңырақта ән әуелеген радионы жандандыру, Бәкір Тәжібайұлының 90 жылдық мерейтойын кең көлемде атап өту туралы ойларын айтты. Рухани мәселеге, мәдениетке жақындаусыз ғой. Біздің соңғы жылдары елдің тұлғалары, белгілі жазушылардың үлкен тойларын атап өте алмай жүрміз. Мысалы, биылғы жылы Бәкір Тәжібайұлының 90 жылдығы, осыған байланысты мәселені көтерсе дейміз. Өйткені бұл Шәмшіден кейін ең көп ән жазған, Ақбұлағы бар, Әлиясы бар, басқа әндерді қалдырған осы тұлғаны атап өту туралы мәселені қозғасаңыз, бұл елдің бір
тілегі деп айтар едім. Кездесу барысында естен кетпес есімдер хабарының жүргізушісі Гүлбағда Көбеева Ақтөбе қаласындағы көше атаулар арасында қисынсыздары кездесетіндігін, әлі күнге кеңестік атаулардан арылмай отырғандығын айтты. Ал негізгі мамандығы дәрігер болғанымен, журналистиканы жаны қалаған Іңкәр Қарашаева денсаулық саласының мәселелерін ауқымдырақ жеткізуге мүмкіндік беретін студияға мұқтаждықты жайып салды. Жаңалықтар қызметінің шеф-редакторы Айгүл Байменова жекелеген мемлекеттік органдардағы мемлекеттік тілге құрметтің аздығын, басқарма басшыларының қазақ тілінде сұхбат беруден қашқақтайтындығын да жасырмады. Мемлекеттік қызметкерлер болсын, бюджеттік мекемелер болсын, біздің жаңалықтар қызметінің, біздің журналистер барған жерде қазақ тілінде сұхбат беруден көп жағдайда бас тартып жатады, әсіресе бірінші басшылар. Бұның желеуі қазақ тілінде жақсы сөйлей алмаймын деп. 2000 жылдардың ортасында Ақтөбенің бір көшесі кезінде қазақ халқына қиянат жасалғандығы қазір ғана дәлелденіп отырған Левон Мирзаянның есімімен аталады. Және Тертерян деген осындағы жергілікті кәсіпкердің күшімен ескерткіш белгі де қойылды. Қазір менің телефонымда сол Мирзаянның Сталинге жазған хаты тұр, тағы 1600 адамды атып тастайыншы деген. Осы хатты көрген сайын менің өзімнің жеке отбасыма да бұл үлкен қасірет болып есептеледі. Журналистердің сауалдарына кезегімен жауап берген облыс әкімі Бердібек Сапарбаев айтылған сын пікірлердің ұсыныстардың орынды екендігін атап өтті. Ең бастысы, әріптестерімізге ағалық ақылын айтып, ел тәуелсіздігінің құндылықтарын насихаттауға байланысты жол көрсетті. Күні кеше қазақ мемлекеттілігінің сан ғасырлық тарихына шүбә келтіретіндерді нақты әлеуметтік, экономикалық, рухани тарихи жетістіктеріміз арқылы тәубесіне түсірдік. Ендігі міндет қазақтың бойындағы басты кемшіліктердің бірі масылдықпен күрес, деді облыс басшысы. Әрбір ұлт үшін ең қасірет ол масылдық. Масылдық жайған елде болашақ болмайды. Масылдық деген сөз жатып алып, мен әрдайым айтам ғой, әйелінің, болмаса әке шешесінің ақшасына күн көру деген. Біз осыдан арылуымыз керек. Ол журналистер осы жөнінде көбірек жазып, көбірек көрсетіп, көбірек айту керек. Облыс әкімі журналистердің сауалдарына байланысты биыл Ақтөбе қаласында облыстық тарихи өлкетану музейіне арнап жаңа ғимараттың құрылысы басталатындығын атап өтті. Сонымен қатар, нақты мәртебесі жоқ журналистер қауымын баспанамен қамтуда басшылардың көкейінде жүретін мәселелердің біріне айналмақ. Облыстық арысы айтыс, бергісі басқа да мәдени іс-шаралар биылдан бастап көбейіп, ақтөбелік ақын жазушылардың мерейтойлары кең көлемде тойланады. Ал нағыз еңбекті насихаттап, қайырымдылықты әспеттейтін бағдарламалар жасау, мақалалар жазу журналистердің қоғам алдындағы парызы, деді облыс әкімі. Менің ойымша 2 сағатты бекерге жіберген жоқ сияқтымыз. Тек қана сіздер емес, мен де өзіме бір тиісті, керекті мәліметтер алдым, ойларды түйдім деп айтуға болады. Сол үшін сіздерге үлкен рахмет. Айтып отырмыз ғой, әр уақыт айтамыз, сіздер әсіресе бізге билікке көп көмектесесіздер. Әрдайым айтамыз, сіздер билік пен халықтың арасындағы көпірсіздер. Сондықтан ары қарай осылай бірігіп жұмыс істесек, онда мына халқымыздың жағдайы жаман болмайды. Ең негізгісі, барлығымыздың жұмыс істеп жатқаны осы халқымыз үшін, еліміз үшін, болашағымыз үшін. Сонда мен барлықтарыңызға сәттілік тілеймін. Серік Әбдібек, Жанаділ Сағиев, Самат Қаликенов, Арман Досмағамбетов, Қазақстан, Ақтөбе.